Қызым 11-ші сынып бітіріп жатыр. ұбт тапсырғанда қорқады. Қандай сүрені оқуға болады? Қорқынышын басу үшін. Мешітке апар бірінші, имаммен сөйлессін. Одан кейін қыса бермеңіз. Қызың ұбт-дан өтсе де, өтпесе де, ол қазақтың қызы. Ол біздің қарындасымыз. Ол өмір сүруге лайықты. Ол керемет оқиды. Оқытасың, ұбт өтпесе де оқытасың. ұбт өтсе жақсы, өлгенше жыртылып, жүрек ұстап, басынан талып, құлап өліп, асылы өліп қалып жүрмесін. Айт. ұбт-мен өмір шешілмейді. Баяғыда Совет өкіметінен партиядан түссем, өліп қалам, мал бақып кетем, өліп қалам деген түсінік болған жоқ. Өлмейді. Өмір сүреді. ұбт-ға бармаса да өмір сүреді. Чабанның балалары да, түк білмегендер де өмір сүріп жатыр. Базарда таш кетеріп те өмір сүріп жатыр. Ештеңке жоқ. Олар жаман адам ба не? Жоқ, жақсы адам олар. Мал баққан адам жаман ба не? Жақсы адам ол. Адал еңбек жасап жатқан адам. Көше сыпырған адам жаман ба не? Жақсы адам. Сондықтан ондай маңызға айландырмаңыз. Өтсін, өтпесе оқытасыз. Ел бар, жұрт бар, бюджет бар деген сияқты дүние.